тура маған дәл тиген сұрақ екен. Алланың берген перзентлерін өсірдік, жетілдік, бірақ бұндай кешірім сұрауға дейін бармаппыз. Мен ойланып отырсам, тіпай балаларымды жақсы тәрбиеледік, өздері беттерімен еңбек етіп кетті, өздері тәрбиелі болды. Жаңа көршілерім айтады, ойбай апай, бір дауысын шықпайды, бір балаңызды ұрмадыңыз ғой деп. Оларды қайтып ұрамыз. Ол мені сыйлап тұрса, біз оны сыйлап тұрса, отбасымыздың мінезі болды. Мүмкін солардың да қаталдығы шығар. Жаңағы маған көрсеткен жаңағы мінездерін балаларына ешқандай көрсете алмады. Бірақ жаңағы қабағынан ағылды. Оның үстіне өздеріңіз де білесіздер, балаларым өте жаңағы жақсы оқыды, тәрбиелі болды, Құдайға тауба деп айтайын. Бір-бірімізге кешірім сұрау, ондай жаңа айтып тұрмын ғой, ондай жағдай болмапты. Бірақ ананың жүрегі жұмсақ қой, мүмкін ондай жағдай болғанда ана кешіреді ғой, барлық нәрсені кешіреміз. Кешірімді болған жаңағы пайғамбарды үлкен істеген ғой, Алла кешірімді болсаң жақсы көреді екен. Қазір мына сотқа дамыған заман кешірім сұрау, сол үшін аузымызда жақсымыз көз шықса, онда кешірім сұрауға бармаймыз ғой. Тек қана мына тілдің жаңағы тиып, ақылмен, парасатпен, көргенділікпен жасасақ, сол маған сол сыйластық деп есептеймін.